Мынау, мына менің 35-ке 2 құты. Мына Әнжисуандікі ерекше бетті таза жуады. Сол үлкен сотқа тартылып кетем ба деп отырғаным былай. Бүгін бір дойын көр қапты екем әлгі бұрын ойбай Ерсай ана жігітті тапты айтты бейті анау мынау ақыл айтып кеттіңіздер ғой. Мен ғой оның біреусінде нем бар ел маған десе 5-6 оны дейсің пәрбайын пәлік маған теушім еді. Ол чатағымыз жоқ қой. Бірақ бағана бейті да әлгі елдер мені немене сөйсіп құшақтасып отыр деп сендер айтпеп едіңдер. Сөйтпесеңдер баланы қайтып тудыңдар. Әзет бәтет сәл қасында қайтады. Мынаны алдеші 40 сомға мынаны албасаңдар мына қатының иісі осы болғаннан кейін мен сүйіп жүріп құшақ тейт арсыз. Соны бағана боқтағам жыным ұстап әлгі шыдай алмай кеттім дәл қылықтарына. Бір Ерсай бір жігіт тапсаң бір енді бір қымдай халқымызды қайыл қылған бір адамды талай адамдарды мойындататын бір керемет қыз енді арамыздан шыққан деп құрметтейміз ғой бәріміз. Бірақ ана тапқан жігіттің өте нашар екені. Мен әлгі оның жас бас несіне қарамадым, чырай-пырайына. Өте білімсіз екен. Егер анау керемет жігіт болса, тоқтап тұр. Мынаны басқа жолмен сақтап болады, ана сөз айтпа. Адам дегенде ұят болады. Ұятқандағыз көрпедегіз. Оны сыртқа шығу ғой. Мынау деген бет. Әлгі ұят бар жерде дуа тұрыпты дейді. Біз ата-бабамыздан тартып ұрпақты соландай жолмен туатыны рас. Соны апарып сыртқа шығып айту керек па? Деншиде де әуелі бір мындай бір көшеде біреумен бір құшақтасып сөйтіп тұрса, намыс қып, былай ой мыналардың деп былай өтіп кетеміз. Әуелі біздің қазақ қандай ибалы келіндерді тәрбиелейді. Атасының атын атамай күншілік жерден сәлем беріп аталып, әуел қайын бике қайын жұртына чек келтірмей атын атамай ат қойып, осындай керемет келіндер, керемет қыз ұлдар бізден шығып жатқан. Соны апарып енді бір пұл таптым деп ауыз дегенді былай ашып етіп, ұят дегенді былай тастақ қойып, сол керек па? Мынау болмаса жасаудың не керегі бар? Әлгі ерді намыс, қоянды қамыс дегендей, адам бірінші ұят деген нәрсе бар ғой. Әр қандай уақытта сіздің ақша табуыңыздан және бірдемеңізден алқы кетті ма? Болды, сіз өміріңізде табысқа жетпейсіз. Әр қандай жерге барсаңыз пұлыңыз бар, бірақ сізде бет бар. Бет бар емес, жоқ, не керегі бар? Пұлыңыз жоқ болса да, бетіңіз болса, ол қандай құрмет. Әр қандай адамның алдында абыройлы, екі адамның алдында сөзіңіз деп былай айта аласыз. Ал сізде мынау жоқ болса, 1000 ақшаңыз болғанмен не қыла аласыз? Алдыңызға пұл бар деп бит қойғанмен сізде бет жоқ, не қыласыз ондай өмірді? Адам ұятымен жасайды ғой. Ұятты қашып кеткеннен кейін адам жасауының қажеті жоқ. Андай ойбай, ана Ерсай қылған қылықты біз қыла алмайды екенбіз. Соған Ерсай бола алмайғанымыз да сол бәлкім деп ойлаймын. Өйткені анандай көп ортада айтып бақырып елдер мені өжетті еткен мен қолына сұғып бермейді екенмін олар. Бүгін үлкен сотқа тартылып кетемін. Соған енді айтып жатыр, дойынға бағана шығарып тастадым.